тарихи оқиғалар болды. 2006 жылдың басты жаңалығы қаңтар айында жаңа әнұран қабылданды. Әнұран негізінде Шынкен Нәжімеденовтің сөзіне жазылған композитор Шамши Қалдаяқовтың 1956 жылы жазылған «Менің Қазақстаным» әні таңдап алынды. Қолданыстағы әнұран мәтініне тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың енгізген өзгерістерін парламент қабылдады. Әнұранның заңды авторларының бірі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мемлекет басшысы ретінде қайтадан сайланған Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттілігінің алғашқы жылы 2006 жылы 11 қаңтарда Ақорда резиденциясында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ресми түрде қызметіне кірісуіне арналған салтанатты ұлықтау рәсімі өтті. 2006 жылы 15 қарашада теңгеміз жаңа батылмен қайта шықты. 10 мың теңгелік банкнот халықаралық валюта қауымдастығында жылдың үздік жаңа сериясы жүлдесіне ие болды.